Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімімін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз химиялық реакция жылдамдығына әсер ететін факторлар. Алдымен біз жалпы химиялық реакцияны соқтығысу теориясы тұрғысынан қарастырып көретін болсақ. Соқтығысу теориясы. Жалпы бұл қарапайым түсіндіру үшін маркерді аламыз. Бізде химиялық реакция жүру үшін екі немесе одан да көп бөлшек соғысу керек. Яғни былай соқтығысуы мүмкін, алайда реакция жүрмейді. Немесе былай соқтығысуы мүмкін, бұлай да реакция жүрмейді. Енді былай соқтығысып көрсек, реакция жүрген сияқты, бірақ негізінен жүрмеген, себебі киіліп тұрған жоқ. Ал толық киілу үшін ол белгілі бір күшті қажет етеді. Сонда реакция жүрген болып есептеледі. Химиялық реакцияның жүруі үшін химиялық реакцияның жүруіне екі шарт қажет. Екі шарт. Біріншісі, ол бөлшектердің дұрыс бағытта соқтығысу, яғни мынау дұрыс емес бағыт. Мынау да дұрыс емес бағыт. Бұнда тек қана бір ғана дұрыс бағыт бар. Мынау. Біріншісі бөлшектердің дұрыс бағытталуы. Алайда кейде дұрыс бағытталған бөлшектер реакцияның жүруіне әкелмейді, себебі энергия жетіспейді. Екінші шарт қажетті энергия. Осы екі шарт орындалған жағдайда химиялық реакция жүрді деп есептейміз. Сонымен біз оқушылар осы факторларды арттыруды қазір қарастырамыз. Дұрыс бағытталуын және қажетті энергияны арттыратын болсақ, осыны қамтамасыз ететін болсақ, біздің реакциямыз жақсырақ, тезірек жүреді. Біз осы мысалда екі түрлі соқтығысуды қарастырдық. Сәтті соқтығысу және сәтсіз соқтығысу. Яғни сәтсіз соқтығысу бұл химиялық реакцияның жүруіне себеп болмайды, алайда сәтті соқтығысудың нәтижесінде химиялық реакция орын алады. Сонымен біз мына екі шартты қарастырған болатынбыз. Ол бөлшектердің дұрыс бағытталуы және қажетті энергия. Сол кезде ғана сәтті соқтығысу жүреді. Енді қажетті энергияны біз мынандай терминмен алмастырсақ болады. Активация энергиясы. Активация энергиясы. Дегеніміз не? Активация энергиясы ол реакцияның басталуына қажетті минималды энергия. Яғни реакцияның басталуына қажетті энергия. Қажетті минималды энергия. Оны біз қазір мынадай диаграммада қарастырсақ. Сіздер 8-ші сыныпта экзоэндотермиялық реакция дегенді өткен боласыздар. Яғни экзотермиялық реакция бұл жылуды бөле жүретін реакциялар, эндотермиялық реакция жылуды сіңіре жүретін реакциялар. Кез келген химиялық реакцияның нәтижесінде жылу немесе бөлінеді, немесе сіңіріледі. Енді былай алатын болсақ, бастапқы реагенттердің энергиясы. Мынау энергия, мынау реакцияның барысы. Яғни былайынан реакция жүріп жатады, мынау энергияның көрсеткішін көрсетеді. Бастапқыда реагенттер болады бізде. Реагенттердің мына жерде белгілі бір энергиясы болады. Және реакцияның барысында ол энергия өзгеріп, ол өнімге айналады. Өнімге айналған кезде, мәселен, мынау өнімнің энергиясы.
бастапқы реагенттердің энергиясынан өнімнің энергиясы аз болып тұр. Бұл қандай реакцияға жатады? Экзотермиялық па немесе эндотермиялық па? Қарайтын болсақ, өнімнің энергиясы реагенттен азырақ. Яғни не істеді? Жүйе ішкі энергиясынан айырылды. Ол ішкі энергия сыртқы қоршаған ортаға берілді жылу ретінде. Сол жылуды біз сездік. Яғни бұл жылу бөле жүретін реакцияларды біз экзотермиялық дейміз. Экзотермиялық реакция, яғни бұны былайынша мынадай диаграммамен көрсетсек болады. Басында былай көтеріледі, кейін былайынан түседі. Не себепті көтерілді? Кез келген реакцияның активация энергиясы болады. Мынау көрсеткіш, бұл ЕА деп белгілейміз, активация энергиясы. Яғни, кез келген реакцияның басталуы үшін энергия қажет. Мысалға, біз қағазды алатын болсақ, қағаз ауаның қатысында жануы қажет. Алайда, біз қағазды алып ауаға желпитін болсақ, ол жанбайды. Не себепті? Оның тұтануына минималды қажетті энергия керек. Шырпы немесе тағы да басқа тұтандырғыш. Сол тұтандырғыш энергия минималды берілген кезде қағаз жана бастайды. Жанған қағаз әрі қарай өзіне қажетті энергияны шығарып, жану процесін жалғастыра береді. Шексіз. Яғни отын таусылмаса, реагенттер таусылмаса. Сол қағаздың жануының ең бірінші проблемасы ол оның тұтануы. Сол тұтануын біз мына жерде активация энергиясы деп айтсақ болады. Басында сол энергияны біз сырттан береміз реагентке. Реагентте белгілі бір энергия жиналған кезде ол реакцияның сәтті болуын қамтамасыз етіп, әрі қарай өз энергия шығара бастайды. Реакцияға қажетті. Нәтижесінде ол энергия бастапқы реагенттердікінен төмен болса, біз бұны экзотермиялық реакция дейміз. Екінші мысалды қарастырсақ, диаграммаға мынау бастапқы реагенттердің энергиясы, мынау өнімнің энергиясы. Яғни, өнімнің энергиясы реагенттердің жоғары. Яғни, бұл эндотермиялық реакция. Эндотермиялық. Алайда, кез келген эндотермиялық реакция болсын, экзотермиялық болсын, ол активация энергиясын қажет етеді. Мынау шама активация энергиясы. Яғни, ол эндотермиялық реакцияға да біз сырттан энергия беруіміз керек басталу үшін. Басталғаннан кейін ары қарай өзді жүре бастайды. Алайда, бұл жердегі айырмашылық мына екі диаграммада өнімнің энергиясы бастапқы реагенттің энергиясынан жоғары. Яғни, жүйенің реакцияның барысында жүйедегі біздің өніміміз қоршаған ортадан энергия алып бойына сіңіріп алады. Бұл эндотермиялық реакцияға мысал. Енді мынау энергияны біз энергия айырымы дейміз. Энергия айырымы. Яғни өнім мен реагенттің энергияларының айырмашылығы. Мына жердегі энергия айырымы ол мынау шаманы көрсетсек болады. Дельта энергия. Дельта энергия бізде плюс болуы мүмкін, немесе минус болуы мүмкін. Егерде ол бізде мында бізде плюс болады, плюс болған жағдайда ол эндотермиялық реакция, энергия айырымы минус болатын болса, ол экзотермиялық дегенді білдіреді. Енді қазір соқтығысу теориясына сәйкес химиялық реакция жылдамдығын арттыратын негізгі екі фактор бар. Ол біріншісі соқтығысудың жиілігін арттыру. Соқтығысу жиілігін арттыру. Екіншісі активация энергиясына жеткен бөлшектердің санын арттыру. Активация энергиясына жеткен бөлшек санын арттыру. Бұл екі факторға біз келесі факторлармен жете алады екенбіз. Олар концентрацияның өзгерісі, қысымның өзгерісі, температураның немесе катализатор арқылы біз химиялық реакцияның жылдамдығын арттыра алады екенбіз. Қазір мынандай суретпен біз бөлшектердің әрекеттесуін қарастыратын болсақ. Мынау сутек, яғни сутек молекуласы бром молекуласымен реакцияға түсіп жатыр. Алайда
барлық 100% молекула соқтығысқан кезде сәтті соқтығыспай реакция жүрмейді. Яғни бірінші мысалда мына екі бөлшек бір-біріне қарама-қарсы келе жатыр. Олар соқтығысады. Сутек, бром, соқтығысты. Алайда белгілі бір себептермен ол соқтығысу нәтижесіз болып, қайтадан кері кетіп қалады. Сутек. Кері бағытқа жылжи бастайды. Бром. Не себепті? Мұнда реакция жүрген жоқ. Немесе энергия жетпеді, немесе соқтығысудың бағыты дұрыс болмады. Енді екінші мысал алатын болсақ, бірінші мысал, екінші мысалда сутек, бром. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы келе жатыр, соқтығысады. Міне, соқтығысты. Екіншісінде бізде сәтті соқтығысу болды. Сәтті соқтығысудың нәтижесінде химиялық реакция жүреді. Сутек броммен қосылады, екінші сутек броммен қосылады, нәтижесінде мынандай қосылыс түзіледі. Екі қосылыс. Мынау бізде сәтті соқтығысудың нәтижесінде болған реакция. Ал мына жерде сәтсіз соқтығысудың нәтижесінде ешқандай реакция жүрмегенін көрсетіп тұр. Сонымен оқушылар, біз бүгін соқтығысу теориясымен таныстық. Соқтығысу теориясының сәтті немесе сәтсіз болуы мүмкін. Сәтті болу үшін, яғни реакция жүру үшін екі шарт маңызды. Бұл бөлшектердің дұрыс бағытталуы және қажетті минималды энергия. Біз оны активация энергиясы деп атаймыз. Мына жерде оны бейнелеп көрсеттік. Қай жерде сәтсіз соқтығысу, қай жерде сәтті соқтығысу. Және соқтығысудың жалпы химиялық реакцияны арттыратын, жылдамдығын арттыратын факторлар бұлар соқтығысу жиілігін арттыру және активация энергиясына жеткен бөлшектердің санын арттыру. Бүгін оқушылар сонымен сабағымыз аяқталды. Келесі біздің осы тақырыптың жалғасында біз нақтырақ қалайша концентрация, температура, қысым және тағы да басқа факторлар жылдамдыққа әсер ететінін көреміз. Сонымен осымен аяқталды. Сау болыңыздар.